Bir sınıfқа бірге көшкенбіз, түлеп ұшып сол мектептен жан-жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Уақыт бізді әр тарапқа алып кеткенмен, жүрек түбі ұмытпапты сол бір өткен күн. Арада қанша жылдар үнсіз өтсе дағы, бүгін қайта табыстырды сағыныш легін. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жаз, 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. содан бері 20 жыл уақыт өткенде, Өтіп кетті-ау 20 жаз, 20 көктемде. жанымызда сол баяғы достық оты бар. Енді міне қауыштық біздер мектепте. Ескі сурет секілді еске түсті бәрі, күліп өткен күндердің қалды ізі әлі. Бірің ана, бірің әке болғандарыңмен, Көздеріңде бала шақтың жарығы барды. қанша жылдар алыстатса бізді өмірде, Бір сыныптың жүрегіміз соқты бірінде. содан бері 20 жыл Уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жаз, 20 көктемде. тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, Енді міне кездестік қайта мектепте. содан бері 20 жыл Уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жаз, 20 көктемде. жанымызда сол баяғы достық оты бар. Енді міне қауыштық біздер мектепте. Кей достар жоқ, Жүректе ат қалады, естелік бол, жанымызда мәңгі қонады. барымызды бағалайық осы сәтте біз. Аман болсын туғандар мен бала шағамыз. Содан бері 20 жыл Уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жыл. Қайырлы күн, ұстаздар, қонақтар және шәкірттер. Білімім отаныма атты салтанатты жиналған қауым. Міне бүгін тағы бір оқу жылын аяқталып, біздің мектебіміздің 33 түлегі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Армысыздар ата-аналар, 20 жылдық кездесуге келген түлектер. Кезде келді бүгін міне жырақтарар, сыңғырлаған қоңыраудың үндері, мәңгілікке есте қалар гүлшақтар. Қимас сезім жүректерде алаулап, түлектермен қоштасардай атырап. Бүгінгі күн есте қалар шақ екен, алтын ұям түлектерін ұшырмақ. Той жиынсыз өмірдің мәні болмас, арамыздан талпынып қақты қанат. 11 жылда ой санасын таныған жас, алдарында сантарау жолдары тұр. Бәр ертеңгі азамат болғалы тұр, үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып, қолда бүгін деп, 11-ші сынып бітіруші түлектерді қарсы алыңыздар. Мектебіміздің 11-ші А сынып түлектері Қадамынық Нұрлан Рахманберді, спорт майталманы Қойшыман Диас, арманы Асқақ, болашағы Баянды Әділхан Баратхан, аудандық лингвистикалық сайысының 1-ші орын жеңімпазы, облыстық лингвистика сайысының 2-ші орын, халықаралық ағылшын деңгейін анықтайтын
жеңімпазы алтын белгі үміткері Асқар Пернекүл. Жүрегінен жігер табылатын үздік оқушымыз Тағай Аружан. Болашаққа сеніммен, жарқын болашаққа сеніммен қадам басқан Алишер Данабек. Жарқын жетістіктермен ерекшеленген Алпысбай Жалғас. Аудандық олимпиада жүлдегері Алпысбай Балауса ел ертеңі болуға ұмтылған жеңіс. 11-ші А сынып түлектерінің сынып жетекшілері Жұмабаева Айгүл Ергенбайқызы, Құралбаева Роза Асқарқызын қарсы алыңыздар. Достарына әрдайым қолдау көрсете білетін Тұрсынбай Нұрислам, көркіне мінезі сай сүйкімді қызымыз Ералхан Алер, достарының арасында сыйлы белсенді оқушымыз Атихан Ерасыл, аудандық пәндер олимпиадасының жүлдегері, Қаздем дисциплина марафонының негізін қалаушы, сахнада жатпай билеп көрерменнің көңілін баурап алатын талантты қызымыз Ғалымжан қызы Назым, келбетті өзіне жарасқан сері жігіт Өрісбай Ернардәулет, поэзияға бойлаған, жырдан нәр алған ақын қызымыз Баймұрат Айсана, Біріккен ұлттар ұйымы, балалар қоры, ЮНИСЕФ-тің белсенді волонтері, халықаралық Флекс жобасының жартылай финалисі, Американ кеңестер ұйымының халықаралық көшбасшылық курсын сәтті аяқтаған алтын белгі иегері Асқар Гаухар, сабырлығы мен қарапайымдылығын қатар ұстаған Сембай Жомат, инабаттылығымен ерекшеленетін Жұманова Айдана, Еш Ақнұр, батылдығы мен қайсар мінезі жарасқан Алтын ұя Құтмекенім мектебім, ұстаздарым білім алған тірегім. 20 жыл бұрын білім алған өзіңнен кездесуге келді міне түлегіңде келе. Алтын ұя мектебіне деген ақ тілек жылы сөздерін білдірсін деп, ортаға биылғы жылы мектеп бітіргендеріне 20 жыл толып отырған аға әпкелерімізді қошеметпен ортаға шақырамыз. Бастауыш сыныпта оқытқан ұстаздары Мырза Сәуле апаймен және жоғары сынып жетекшісі Тойылбаева Гүлжамила апайлармен бірге оқушылары Сабыралиев Нұрдәулет, Ортаева Фируза, Аширова Динара, Салубаев Салтанат бастаған аға әпкелерімізді ортаға шақырамыз. Түскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз, түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 өткенбей, қайымдай тез бірге оқылған, енді міне кездесіп қайда мектепте. 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 өткенбей, қайымдай тез бірге оқылған, енді міне кездесіп қайда мектепте. Ес жалысып әңгіме бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Алдарында сан тарау жолдары тұр, бәрі ертең азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып, қолдайық бір. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені. Бүгінгі қоңырау салтанатында шырқалсын Қазақстан әнұраным. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын.
Мектеп директоры Салыбаев Оралбек Нұрғалиұлына сөз кезегін береміз. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, қадірлі түлектер, қымбатты оқушылар. Бүгін соңғы қоңыраудың мазмұны өте терең. Биылғы тақырып білімін отаныма. Бұл жай ұран емес. Бұл әр оқушыға, әр ұстазға, әр ата-анаға қойылған үлкен сұрақ. Бала білімді не үшін алады? Тек баға үшін ба? Тек аттестат үшін ба? Тек емтихан тапсыру үшін ба? Жоқ. Білім адамның тағдырын өзгертуге мүмкіндік беретін күш. Білім отбасының алға сүйрейтін тірек. Білім елдің дамуына қосатын нақты үлес. Биылғы оқу жылында Құлмат Өмірәлиев атындағы жалпы білім беретін мектебінде 382 оқушы білім алса, 101 оқушы үздіктер қатарынан көрінді. 9 сыныпты бітіргелі отырған 32 оқушының 4-еуі үздік аттестатқа үміткер. Ал 11 сыныпты аяқтағалы отырған 33 түлектің 5-еуі алтын белгі болса, бір оқушымыз үздік аттестатқа үміткер. Бүгін мектеп қабырғасынан үлкен өмірге қадам басқалы тұрған түлектерге айтарым: сіздерге берілген ең үлкен аманат алған білімдеріңізді адал еңбекке, әділ шешімге, елге пайдалы іске айналдыру. Бізге бүгін білімді ғана емес, адал азамат керек. Заңды құрметтейтін, тәртіпті сақтайтын, өзіне кішіге қамқор, үлкенге ізетті, елінің табиғатын қорғайтын, қоғамның мүлкіне жанашыр азамат керек. Осы тұста мектепті 20 жыл алдын бітіріп, бүгін 20 жылдық кездесуге келіп отырған түлектерімізге мектеп ұжымы атынан үлкен алғыс білдіреміз. Тапқан таянғандарыңызбен елмен бөлісейік деп, ауылымыздың көркеюіне 500 мың теңге қаржы берсеңіздер, мектепке қомақты сыйлық жасадыңыздар. Әрине бұл сіздердің көрегендіктеріңіздің белгісі деп білеміз. Жылдағы дәстүр бойынша бастауыш сыныптан аудан көлемінде, облыс көлемінде көрінген бір оқушымызды жылдың үздік оқушысы номинациясымен марапаттау 4-ші сынып оқушысы Асан Жансаян Нұргелдіқызына бұйырып отыр. Ортаға келсеңіз. Үздік оқушы деген медалымен және сондай үздік оқушы номинациясымен 11-ші сынып оқушысы Асқар Пернекүл Бақытжанқызы марапатталады. Премиямыз бар. 11-ші сынып оқушысы Жаппар Адема Азатқызына марапатталады. Адема қызымыз наурыз тестте жалпы 140 балдан 136 бал алса, осы мамыр айында нағыз ұлытыға сертификаты жүретін тесттен 134 бал жинап, қазіргі таңда Қазығұрт ауданы бойынша ең жоғары бал жинап отыр. Үздік мұғалім номинациясымен Нұрат Аяулым Ерімбет қызы марапатталады. Мұғалім номинациясымен Нұрханова Гүлнаурыз Өмірзақ қызы.
марапатталады. Естелікті суретке салсаңыздар болады. Жақсы сынып және ең үздік сынып жетекші номинациясын Сахва Ақмарал Байдосовна марапатталады. Сегізінші сынып жетекшісі. Үздік сынып жетекші деген сізге бұйырады, құтты болсын. Алғыс сыйлығымыз. Бұнда тағы да үлкен жетістік деп айтуымызға болады. Үлкен қуаныш біздің ұжымымыз үшін. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі және жас ұрпақты тәрбиелеу жолындағы тынымсыз еңбегі үшін Ұлдарша Сматуллаевна Қосмұратоваға министр Жұлдыз Сүлейменовадан алғыс хат келіп отыр. Құтты болсын. Креативті педагог сайысы өткен болатын. Ең креативті педагог 2026 байқауының аудандық кезеңінде бірінші дәрежелі дипломмен Сманова Жұлдыз марапатталады. Талдықорған ауданы білім бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Ғалымжан Омартай алғыс хатымен Қожамжарова Бағлан Ермекбаевна марапатталады. Міндетін атқарушы Омартайдың алғыс хатпен құрметті Өтеуіл Біржан Шоқанұлы марапатталады. Гуманитарлық пәндер арасында өткен әдебиет әлемі байқауы көңіл сазы бағыты бойынша жүлделі орынға ие болғаны үшін бірінші дәрежелі дипломмен Жамалова Ақмарал марапатталады. Мектеп әкімшілік атынан және Арысова Гүлжан Ортайымна екеуіңіз ортаға келсеңіздер. Осы біздің мектебіміздің тазалығына, басқа да қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып жүрген еңбектеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Қалды қазір аудан әкімдігінен бізге тапсырма келіп отыр. Жаңа қазақстандық патриотизм жобасы аясында жастар саясатын дамыту және дарынды жастардың креативті идеялары мен жаңа бастамаларын қолдау мақсатында ұйымдастырылған үздік студент атты республикалық байқауына қатысып жеңімпаз атанған былтыр біздің мектебіміздің түлегі алтын белгі иегері Әлімқұл Нұрсат Бақтияр ұлы марапатталады. Бар ма екен? Көлемінде өткен сайыста үздік студент атанған Нұрсат былтыр біздің мектебімізді алтын белгіге бітірген. Құтты болсын.
тілейміз, болашақтарыңыз жарқын болсын. Жалпы аудан көлемінде біздің мектепте облыс көлемінде көрсеткен оқушылар, студенттер, мұғалімдер барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Іс-шараны ары қарап жалғастыра беріңіздер. Балалық шақтан гүл көктем, ұстаздарымды үлгі еткен, білімнің болмаған сіңірген мұғалім, етемін тағзым құрметпен. Дәрістерім ақыл ойдың аттырған, жанға шырақ жақтырған, шыңға қарап бақтырған мақтастар. Шәкірт үшін көп тұрған, елі еңбек көп қылған, ел тірегі болып тұрған ұстаздар. Шәкірттің зейінін ашасың, білімнен мейірім шашасың. Білімнің бастауы, тәрбие бастауы, ұстаздар мәңгі жасасын. Дәрістерім ақыл ойдың тапсырған, жанға шырақ жақтырған, шыңға қарап бақтырған ұстаздар. Шәкірт үшін көп құрбан, елі еңбек көп қылған, ел тірегі болып тұрған ұстаздар. Жұлдыздарға ақ жол тілеп, құттықтау тілегін аудандық білім бөлімінің әдіскері Абилов Нұрлан ағаны, ауыл биі Орын Ерболсын ағаны және Қарабау ауыл округі іс жүргізушісі Мырзақұлы Бақтияр Сапарбекұлына ағаларымызға сөз кезегін береміз. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, бүгін ерекше сәтке келіп отырсыздар. Бүгін бір жылдық ұстаздарымыздың қызметтерін қорытындылайтын күн. Бүгінгі күн мынау жас түлектер үлкен мектеппен қоштасып үлкен өмірге қадам басып жатыр. Қазақстанымыздың келешектегі абыройын асқақтататын әр мамандық иегер болуына тілектеспін. Бұл оқу жылы аяқталу сәт емес, үлкен өмірге қадам басатын сәт деп түсініңіздер. Бүгінгі жиналып отқан ата-аналарға айтарымыз, әрдайым балдарыңызды жебеп, қолдап, үлкен өмірге қадам басатын тәрбиелеріңізге мың алғыс. Мерекелеріңіз құтты болсын, ұстаздар. Кейіпкерлері осы жастар, мектеп бітірушілер деп ойлаймын. Міне кеше ғана тардай болып көріп, бүгін иншалла таудай болып шығып, тек қана әріп емес, бүкіл әлемді танып, кітап арқылы, бүкіл әлемді көзбен болмаса да, бүкіл ұстаздардың аузбенен, құлақпен естіп, бәрі жаңағы аралап айтқан шарапты жағдайы бар. Иншалла, Құдай қаласа, мына қолдарыңыз жеткен жерге, бойларыңыз жетіп, сол кітаптағы ойларыңыз жеткен жерге өздеріңіз жетіңіздер деп Алладан сұраймыз иншалла. Құдай қаласа, міне сіздер осы мектеп қабырғасында отырып, жақсылық пен жамандықты, ақ пен қараны бәрін ажырата білдіңіздер. Құдай қаласа, бастарыңызға бақ берсін. Мынау саябақта арнайы Ғабиден Мұстафин атамыздың сөзі жазып қойдық. Бақ кейде тауып қонады, кейде ауып қонады. Тауып қонса есейтеді, ауып қонса есертеді деп. Құдай қаласа, сіздердің бастарыңызға бақ тауып қонсын. Иншалла, әр азаматтың басына бақ бір емес, бірнеше мәрте түседі. Бірнеше мәрте келеді. Иншалла, сол кезде жақсылап қарсы алып алсақ, жақсы мінез құлықпенен, әдеппенен, тәртіппенен, тәрбиемен қарсы алсақ, иншалла, бақ басымызда мәңгілік тұрақтайды. Бұл жайлы Қонаев атамыз айтады. Басында бақ тұрақтаған адам, яғни саналы адам, тәрбиелі адам, тәкаппар болмаған, басына келген бақты жақсылап күтіп алып, тәкаппарлық танытпастан, өзінің кеңдігін менсінбестен,
сол қарапайым сақтаған адам иншалла басында бақ мәңгі орнайды дейді. Құдай қаласа баршаңыздың бастарыңызды бақ орнап, осы алған білімдеріңізбенен осы ауылға келешегі, осы жаңағы ұстаздардың берген тәрбиесі, тәлімі, ата-ананың берген асыл қасиеттерін бойыңызға сіңдіре отырып, елімізге, халқымызға бір адал қызмет етеді деп сенеміз. Алла баршаңызға жар болсын. Ал енді мынау 88 жыл азаматтар, Алла разы болсын, ауылымызға миллионнан астам қаржы құйып, осы ауылды көркеюіне үлкен атсалысып келе жатыр. Бұл кеше ғана миллион емес, бұдан алдында да осы азаматтар талай елдің жыртығын жамап, осы елдің көшенің жарықтануына, көшенің тазалануына, көшедегі жасалып жатқан түрлі әрекеттерге мол үлес қосып келе жатыр. Үлкен рахмет иншалла. Құдай қаласа, болашақтарыңыз жарқын болып, сіздер де осы ұстаздардай қадірге жете беруіңізді Алладан сұраймыз. Ал енді ұстаздар қауымына үлкен рахмет. Міне кеше ғана Азат қызы, әдемі қарындасымыз қызымыздың жаңағы жоғарыдан көрініп, осы аудан көлемінде бірінші орын алып, біздің ауылдың атын, мектептің атын шығарып жатқаны, бүгін тағы да құттықтау болып жатқан республика көлеміндегі студенттер арасында алғашқы, яғни бас жүлдені жеңіп отқан біздің Нұрсат Бақтиярұлымызге иншалла осы азаматтардың бәрі артында сіздер тұрсыздар. Яғни ұстаздар тұр. Құдай қаласа осы кісілер аты аталса, біздің ауылдың аталады. Біздің иншалла қара шаңырақ мектебіміз жаңғырады. Сол себептен осындай асыл азаматтар тәрбиелеп отырған иншалла сіздердің алдарыңызда басымыз дейміз. Ұстаз, қадірлі, қастерлі ұғым, пайғамбарымыз заманындағы біздің ғалым ғұламаларымыз айтқан екен, Әли радиаллаху анху, егер маған бір ұстаз бір әріп үйретсе, мен ол кісінің бір жыл құлы болам деген бұл айтқан кезде ұстаздың қадірі өте жоғары екендігін айтқан. Сол себептен иншалла ұстаз сіздерге әр уақытта басымыз дейміз. Бүгінгі мына мереке құтты болсын, жақсылығымен жалғасын таба берсін. Дипломмен марапаттау ұсынып жіберіп жатыр. Диплом Қазығұрт аудандық мұғалімдер арасында қазақ күресінен ұстаз барысы 2026 жылдың жарысында 90 кг салмақта жүлделі 3-ші орынға ие болған Өмірәлиев мектебінің мұғалімі Тұрлыбаев Азамат марапатталады. Бөлім басшысы атқарушы Омартай. Осы мағыналас ұстаз барысы жарысында түйе палуан 1-ші орынға ие болған Өмірәлиев жалпы орта мектебінің мұғалімі Асылхан Әлішер марапатталды. Бүгінгі кездесуге келіп отқан 88 жылға туылған бауырларым кереметтей үлгі көрсеттіңіздер ауылға. Әрдайым биіктеріңіз, белестеріңіз жоғарыдан болсын. Өнеге көрсетіп жүргендеріңіз үшін рахмет. Бүгінгі кездесулеріңіз құтты болсын. Еркеліктерден мөлдір көздерім нұрланып, өлең өмірім қуаныштармен жырланып, қаннен қаперсіз пәк көңілмен күлетін балалық шақтың күндері барады ұрланып. Білімнің жинай білсек бүгін нәрін ұстаздың еңбегі деп ұғынғаным. Алғашқы ұстаз бір сіздің арқаңызда, бұл күнде шарлай алсақ білім бағын дей келе, барша бастауыш сынып ұстаздарына арналған сол бір сезім бастауыш әнін қабыл алыңыздар. Орындайтын Жұбан Сабина, Кісенбай ұлдана. Бастауыштығым біткесін, ойлық нүктесін, қимай барамыз. Алыста белгі балалық, тоқтап шалалық, әнге саламыз. Біз енді ұмтылғанда арманға, көптілік қайрамыма. Іздейміз күн сайын, сыныпқа көшкен сайын, күдік бар сәтсіз жанымда. Соңғы шақтан енді қайтып айналама, жылуы байқалама, гүлдері жайқалама. Айтшы бізге енді
жылымайма уақытта енді қара біздерді жолы қайда көңілдің бар мұны жоғары сыныпта жақсымын барлығы ұстаздар атауындағы естідік біз солай күндер ол алдағы өзіңді ұмтылғанды арманға көптілік адамыма үлкейіп өскен сайын сыныпқа көшкен сайын күдік бастарса жанымды сол бір шақтар енді қайтып айналама сол бір шақтар енді қайтып айналама жылуламай қалама гүлдері жайқалама айтшы бізге енді көңіл жылымай ма уақытта енді қара біздерді жолы қайда Келесі сөз кезегін барша ардагер ұстаздарға береміз. Құрметті де ардагер ұстаздар, мектеп ұжымының ұстаздары, ата-аналар, 20 жылдық кездесуге шәкірттер, түлектер бітіруші. Бүгін мына ауылымыздың ортасында, еңселі биік Ақордада қазақ елінің көк туы желбіреп биікке көтеріліп, әнұраны шырқалып, соңғы қоңырау соғылайын деп тұр. Сондықтан барлықтарыңызды осы қоңырау күнімен құттықтаймын. Бүгінгі мынау соңғы қоңырау кешіне келген құрметті ұстаздар, оқушылар, ардагер ұстаздар, қонақтар, бүгінгі соңғы қоңырау мейрамы құтты болсын. Бүгінгі мейрамның ең бас кейіпкерлері бүгін бітіретін жас түлектер. Жас түлектердің міне 11 жыл бойы алған білімінің қаншалықты дәрежеге жеткенін көрсететін сынақ алда. Сол сынақтан Аллам жолдары мен бақтарыңды ашып, жоғары барлалып, мектептің, елдің атын шығаратындай дәрежеге жету Алла нәсіп етсін. Өмірлерің ұзақ болсын. Адамдарын алға әр уақытта биіктен көріп нәсіп етсін. Ал мынау 20 жылға келген шәкірттерім, келгендеріне рахмет. Төрт көздерің түгел, көріністерің жақсы. Бұл деген сөз еліміздің, бәріміздің жағдайларының жақсы екенін білдіреді. Мұнда апай айтып кетті ғой, мына жас жеткіншектерге де сендердің жолдарыңды беріп, олар да сендер сияқты 20 жылдан кейін осындай үлкен мектепте өздерінің жиған, терген, білген, алған білімдерін жоғарыдан көрсетіп, биіктен көрініп, осы ауылға келіп, сәлем берудің өзі де үлкен бір ғанибет. Сендерге мыңда бір рахмет. Қайырлы күн. Бүгінгі керемет мерекеге жиналған көпшілік, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, 20-ға отқан бітіріп отырған түлектер, мына бүгін 11 жылдық білім алудың еңбектің қорытындысы күні. Қандай керемет, бір мектептен 5 алтын шығу деген өте керемет. Мұның бәрі ағаларымыз салып кеткен сара жолдан Сабекең бастаған Тұрсын ағай бәрін айтып жататын уақыт жоқ. Үлкен кісілердің осы мектепте істеген сара жолын жалғастырып келе жатқан Оралбектің ұжымының арқасы. Оралбекке де үлкен рахмет айтқым келеді осы жақсы еңбектеріне. Енді мына осында тұрған барлықтарыңызға жақсы денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мына 20-ға келгендер қандай керемет ауылға үлкен үлес қосып жатсыңдар. Міне сендердің осында үлкен азамат болғандарыңа біз қуанып жүреміз әрдайым. Отбасыларыңда жақсылық болсын, қуаныш болсын.
бала шағаларымды жақсылап тәрбиелеп, қазақтың үлкен азаматы етіп қосуға үлес жасай беріңдер. Осы жерде тағы бір айта кеткім келеді. Осы мектептегі жақсы мына нәтижелердің бір шеті ата-аналарда жатыр. Ата-аналарға рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Рахмет. Құрметті ата-аналар, қонақтар, мектеп бітіруші түлектер, 20 жылға кездесуге келген менің бастауыштағы оқушыларым. Ең алдымен бүгінгі білім күні мерекесі баршамызға құтты болсын. Барлықтарыңыздың арман ниеттеріңізге жетуді Алла нәсіп етсін. Бұдан бірнеше жыл алдын дәл осы оқушыларды бірінші сыныпқа қабылдап алған едім. Бүгін міне аяқтарында нық тұрып, ат басын ауылға бұрған екен. Бұлардың істеп жатқан істерінің Алла қайырын берсін, дендеріне саулық берсін, отбасыларына амандық берсін. Мектебіміздің есігі бұл түлектер үшін әрдайым ашық екенін ұмытпасын. Осы оқушыларымның іс-әрекеті кейінгі кездесуге келетін оқушыларымызға үлгі болсын. Ал мына мектеп бітіруші түлектердің етілерім барлығының көкірегінде арман бар. Міне осы ағалары, әпкелері ұқсап аяқтарында тұрып, төрт көзі түгел осындай 20 жылдық кездесуге келуді оларға да Аллам нәсіп етсін. Мереке құтты болсын. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар. Сіздердің барлығыңыз ата-аналар да, ұстаздар да бір мақсатта еңбек етесіздер. Ұрпағымды өсірсем, сана сезімді етіп, білімді етіп, ақылды етіп өсіріп, соның қызығын, рахатын көрсем деген мақсатта тірлік жасайсыздар. Сол еңбектеріңіздің жемісін көріп отырсыздар, біз де көріп отырмыз. Мен жаңа естідім, 300 оқушымыз бар, 100-і үздік деп. Демек, әр 3 оқушыдан біреулеріміз үздік қой. Осындай толағай табыстарыңыз құтты болсын. Бүгін балаларыңыздың бір жасқа есейіп, санасы толығып, рухани жетіліп отырған күні, мынау жас түлектер қанаттарын талмасын. Сендерге бүгінгі соғылған қоңырау, соңғы қоңырау ес, әрсілерден үлкен аудиториялардың қоңырауы күтіп тұр. Жаңа ғанау институтта жүріп мектебіміздің абыройын асқақтатқан оқушы сияқты қайда жүрсеңдер де еліміздің, жұртымыздың ата-аналарының үмітін ақтай біліңдер. Мынау тұрған оқушылар бір кездерде мен осы мектептен бақшаның қасында планшетті деді, алаңда шығарып салған болатынбыз. Бұл оқушылар бастауышта 2 сынып болған. Кейін келді, қосып, 30-дан асып тұрған кезде директорға маған берді. Енді алмайын деуге не жоқ. Алдық, осылармен бірге жұмыс істедік. Тестке дайындау кезінде де қатты жұмыс істедік. Бұлар тесттің бірінші барғандар, енді олар шыны тест түсінген жоқ, шыны қатты жей алмады, екінші барғандар наман жейді, бұлар өте жоғары жейді. Директор ағайымыз осы қатты мақтанып, қатты қуанып, біздің әр 3 оқушыдан біреуі грантқа түсті. Гүлжәмила молодец деп мені әбден неғылған еді. Міне бұл сол оқушыларымыз. Бұл оқушылар жаңалыққа жаны құмар болды. Енді мына кездесуге келгенде айтып кетейік. Анау қырға түлек біз үшіп бара жатырмыз деп жазуды осылар бастаған. Бір күні мен үйіне кетіп бара жатсам, бәрі боз боран терлеген тас келіп жүр. Ай, неғып жүрсіңдер десем, кейін білдім. Қырға ойып, жазып, жаңағы біз үшіп бара жатырмыз деп түлек 6 деп жазыңдар ашамады, 2006 деп жазып қойыпты. Ол үрдіс болып қалыптасып, бірнеше жылда қазірде бар шығар шамамда. Кейін бұлардың тағы да бір жасаған жаңалығы, мынандай әдемілер кетуді осылар бастады. Бұрын біз қарапайым ғана қайыр көшіп шығарып салатынбыз. Жоқ, бұлар біз олай кетпейміз деп, кассеталарды деп, ана жерде кішкентай алаңды барынша көкейтіп солай кетті.
тестке қатты дайындалды. Ішінде біреулеріне тырнағыңды алшы, шашыңды алшы десем, апай тез өтсін дейді. Сөйтіп жүріп жақсы жетістікке жетті бәрі де. Одан кейін не істеді бұлар? Анау жаңа жыл кезінде тест істеп шап кеткен оқушылар жаңа жыл кезінде мұғалімдерге көрініс көрсетіп, концерт қойып беріп, сондай бір үрдісті жасады. Жақсы жетістікке жетіп кетті. Мен бұларды арқарларым дейді едім. Себебі бұлар менен биік болды, менен дәу болды. Қарайды. Оқуға сабаққа келмей қалса, ақыл-ағайлары түгел дейді да, апай, сонымен мен ол кезде қатты жүрек болды. Қазіргі емес, безіп, қолыма таяқ алып келіп, барамдаған жерден бір бөлеріне шығарып, таяқпен салып алып келем. Бірақ ешқайсы ашуланбайтын. Ойбай апай деп, алдыма түсіп келе беруші еді арқарларымды. Ішінде біреулерін шүкіртайым дейтін едім. Олар өте сүйкімді бір шүкір балдар еді. Андай бұзушылығы жоқ. Біреулерін тайлағым деген едім. Ол тайлағым әлі тайлақ күйінде жүрген бекер айтты. Сөйтіп шығарып салатын күнде келгенде, сол алаңда мен осы оқушылардың әрқайсысын атын атап өлең оқып берген едім. Оны енді бәрін оқып беріп жатпай-ақ қояйын қазір. Былай айтқан едім. Енді қазір есіме түсіп тұр. Қош ендеше балғын жас түлектерім, үлпілдеп тұрау сірә жүректерім. Мен сендерге сенемін түлектерім, себебі мен әр жүрекке бөлектемін. Мен сендерге сенемін түлектерім, мен адамдықтан, адалдықтан, тазалықтан, кісіліктен, кішіліктен әр кеудеге дән сепкемін деп шығарып салған едім. Енді әрқайсысын арнап өлеңді. Неде жүрсің уақытысын алмай, сонда мен бүйтіппін ғой. Айтып келіп, 20 жылда келіңдер кездесуге, тым болмаса Таятта Камри мініп деппін. Сол Таятта Камри 20 жылға шейін тұра береді деп ойлаппын ғой. Сонда Айхан апайларың бей деп айтты. Гүлжәмила, ұшақ мініп келдемедің ба деп. Ал енді, мен бүгін айтайын сендерге. Қош келдіңдер, бал, есейген түлектерім, ес білген түлектерім, көбейіп, өсіп, өніп, дін аман түгел келген түлектерім. 40 жылдық кездесуге келіңдер, бір ұшақ, вертолет. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, қадірлі түлектер, ардақты қонақтар. Міне бүгін ерекше күн. Соңғы қоңырау әрбір оқушының жүрегінде сақталатын сәт. Осыдан 20 жыл бұрын қардай болып кірген, қардай болып кіріп, таудай болып шыққан Алтын ұя мектебімізде бітіргенімізге міне 20 жылдың жүзі болыпты. Міне 20 жылдан кейін келіп, 20 жыл кездесуге сағынышпен келіп тұрған жағдайымыз бар. Ал құрметті түлектер, бізде дәл осы 20 жыл бұрын, дәл сіздер сияқты қатарға тұрып, мектепті 11 жыл мектепке поштасып үлкен өмірге қадам басқан едік. Міне мектептегі әрбір сәт жүрегімізде қалады. Мұғалімдеріміздің мейірімі, сынып кезіндегі ыстық лебіздер, бұл әрқашанда жүрегімізде қалады. Соның ішіндегі ең жүректе қалатыны, қазақта жақсы сөз бар ғой, білімді ғимаратқа теңесе, соның іргетасын бастауыш кезіндегі апайларымыз қалайды. Сондықтан бастауыш кездегі апайларымызға үлкен рахмет, Айгүл апайымызға үлкен рахмет айтамыз. Жаны жаңғақта болсын. Сәуле апайға үлкен рахмет.
Бірінші ата-анамыз болса, екінші сол кісілердің арқасы осындай үлкен дәрежеге жеткеніміз. Ал құрметті, мен еңбек жолымды Жамбыл мектебінде бастаған болатынмын. 2016 жылы Ақылтай ағам осы мектепке қызметке алған болатын. 4 жыл қызмет атқардым. Сондай керемет ұжыммен жұмыс атқарғаныма өте қуаныштымын. Сондай тамаша ұжым. Ақылтай ағамыздың сөзге тиек кетуге болады. Ол кісінің еңбегі орасан зор. Мектептің айналасындағы көгалдандыру, бау-бақша, ішкі әсемдік жұмысы және мектептің білім жағынан аудандағы ең қатарлы мектептердің тізіміне қосқан болатын. Міне соның ізін жалғап, Оралбек ағамыз басшылық басқарып жатыр қазір мектепте. Бұл мектепте де қазіргі таңда өздеріңізді көріп жатсыздар. Аудандағы 72 мектеп болса, соның алдыңғы қатарлы мектебінің бірі қазір. Спорт жағынан болсын, тәрбие жағынан, білім жағынан болсын, алдыңғы қатарлы жүлделі орындар алып, мектептің абыройын асаттап келе жатқан жайы бар. Ал құрметті түлектер, сіздерге айтарымыз, жолдарыңыз ашық болсын. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, болашақта үлкен мамандықты иегері болып, қазақ елімізге үлес қосатын үлкен азамат, азаматша болуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Ал қазақта жақсы сөз бар. Әл-Фараби бабамыздың бір сөзі есіме түсіп отыр. Әуел баста адам баласына білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы демекші. Мынау мектепте оқитын жалпы білім алушыларға, інілеріме, қарындастарыма айтарым, үйдегі ата-ананы құрмет қылыңыздар, ұстаздарыңызды құрмет қылыңыздар. Үлкенді құрмет қылып, білім алатын болсаңыздар, болашақта үлкен тұлға болып қалыптасасыздар. Болашақ жастардың қолында демекші, Қазақстан елін сіздер бастарыздар, сондықтан тәрбиелі, білімді болуыңыз керексіздер. Соған шақырам барлықтарыңызды. Бүгін мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк туымыз көкте мәңгіге желбірей берсін. Мереке құтты болсын. Саламатсыздар ма? Құрметті ауылдастар, құрметті біздің ардагер ұстаздарымыз, мектеп ұжымы, оқушылар, құрметті жас түлектер, бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты жиынына қош келіпсіздер. Бүгінгі мереке барлықтарыңызға құтты болсын. Құрметті бізге білім берген ұстаздарымыз, Бектұрсын ағай, Мұрат ағай, Нышан ағай, Құрақбай ағай, барлықтарыңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Дендеріңіз сау болсын, өздеріңіздің берген біліммен қатар берген тәрбиелеріңіздің, өздеріңіздің салып берген сара жолдарыңыздың арқасында ешқайсымызда жаман деген атқа ілікпей жүріп келе жатырмыз. Сол үшін сіздердің берген білімдеріңіз бен тәрбиелеріңізге басымызды иіп, тағзым етіп, рахмет айтамыз. Құрметті мектеп ұжымы, бүгінгі мереке барлықтарыңызға құтты болсын. Бүгінгі күнде өзімде ұстаздық жолдамын. Мектептің жетістігін, оқушылардың жетістігін, мұғалімдердің жетістігін көрген кезде, естіген кезде менің мектебімде мақтанып, марқайып отырамын. Бір бүйрегіміз төркінге қарай бұрып тұратын қызбыз ғой. Байқаулардың нәтижесін көрген кезде шыны керек, өзіміз істейтін мектептің емес, тізімнен бірінші сіздердің мектептеріңізді қараймын. Ұстаздардың, шәкірттердің шығып жатқан биіктері, жетістіктері аз емес, Құдайға шүкір. Көз тимесін, бұдан да биік жетістіктерге шыға беріңіздер. Аудан көлеміндегі ең жоғары балды жинап жатыр екенсіздер. Бұл да осы мектептегі білім мен тәрбиенің өте жақсы екендігінің көрсеткіші. Құрметті жас түлектер, біз дәл сендердей болып осылай тұрғанымыз кеше ғана сияқты еді. Міне зуылдап 20 жыл өтіп кетті. Сендерге айтатыным, сендердің алдарында ең адамның өміріндегі ең
қызықты, есте қаларлықтай жастық шақтарын, студенттік кездерін келе жатыр. Сендерге айтарым, әрбір сәттеріңнің, әрбір уақыттарыңның қадірін біліп, өздеріне пайдалы болатындай өткізе біліңдер. Сендерге сәт сапар, ақ жолдарың әрдайым ашық болсын. Тек биіктерден көрініп, мектептеріңді, ауылдарыңды жақсы жағынан көрсетесіңдер деп сенеміз. Құрметті менің сыныптастарым, барлықтарыңды осы төрт көзіміз түгел көргеніме өте қуаныштымын. Бұдан кейін де 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық кездесулерде жолыға берейік. Аман болайық, бар болайық, баршаңызға көп рахмет. Ал осы жерде бір хабарландыру айтып кетсем, өмірден өткен Айгүл апайымыздың құрметіне 1 минуттық тағзым етсек, әрине бүгінгі іс-шараны рұқсат етсеңіздер, одан кейін жалпы ұстаздарға ән шумағымыз бар, соны орындауға рұқсат етіңіздер. Рахмет. деген ыстық сағынышы білемге қалай ғана сиялады ұстазым менің қамқорым едің балдаған осы өмірге жүрегім дархан өзіңнің арқан биікке шықсам егерде өмірдің мен білмейтін қатпарларын жаныма сіңіргенше тоқталмадым алдымнан шықты бүгін қолым болған қанша жыл қиялдаған тәтті арманым ұстазым менің қамқорым едің балдаған осы өмірге жүрегім дархан өзіңнің арқан биікке шықсам егерде ұстазым менің қамқорым едің балдаған осы өмірге жүрегім дархан өзіңнің арқан биікке шықсам егерде ұстазым менің қамқорым едің балдаған осы өмірге жүрегім
Мінекей бүгін кереметтей көріністік басы болмағымыз. Аллах Тағала мына бүгінгі іс-шараларымыз қандай керемет өтіп жатыр. Ұстаздарымызға мың алғыс. Аллах Тағала отбасыларына амандық, денlerine саулық дейміз. Мінекей бүгін мектеп табалдырығын аттап өткеніне 20 жыл болған ауылымыздың жас түлектер інілеріміз бүгін мектепке табан басып келіп, Аллах Тағала әрқайсының шаңырақтарына шаттық тойлар болсын. Құдай қаласа, мына арттарынан ілесіп отқан биылғы мына түлектер, яғни мектептің биылғы жылғы түлектеріне тек қана жақсылық, алдағы ойлаған мақсаттарына жетуді, алдағы тесттен аман есен өз дәрежесінде жақсы бал жинауды Алла Тағала насip етсін. Алла Тағала мінекей шаңырақта барлықтарыңызға шаттық тойлар болсын. Әуелі ұстаздарға, соның ішіндегі арнайы 11-ші сынып оқушысының жетекшісі Малика апайына мың алғыс айтамыз. Алла разы болсын. Мұны осындай жақсы шәкірттер тәрбиелеп, мұны Оралбек ағамызға да мың алғыс айтамыз. Барша ардагер ұстаздарымызға да мұны Насихат апамыздың жолын берсін деп, осындай жақсы тілектерді айтып өтті. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Бүгінгі мейрам мерекелер құтты берекелі болсын. Соның ішінде Насихат апамыз құсап, өзіміздің қызымыздың айғанында гүл шоғын ұсынсам деп бір ниеттеніп бар. Кездесуімізбен түлектеріміз мына 20 жылдық кездесулері құтты болсын. Міне мен де осы биылдан бастап міне ардагер ұстаздардың қатарына отырып жатырмын міне. Үйреніп жатырмын. Осы құда қаласа зейнетке шықты, құда қаласа міне осы 1 сәуірден бастап зейнетке шықтым. Құда қаласа осы мектепте істегеніме 40 жыл болыпты. Жалпы педстажым 42 жыл. Бірақ бір орында осы Өмірәлиев мектебінде істегеніме тура 40 жыл толды. Құда қаласа міне осы 40 жыл Өмірәлиев мектебінде істегеніме, осы Үшбұлақ ауылында туылғаныма өте мақтанамын, қуанамын. Құда қаласа міне осындай ұжымыма риза білдіремін. Осыдан бір 2-3 күн бұрын барлық сый-сияпатты жасап, құрметті жасап, оқушылармен бірге осы мектепте қоштасу кешін өткізген. Өте ризашылығымды білдіремін Оралбекке, осы ұжымыма. Құда қаласа міне оқушыларыма міне барлықтары осы құрметпенен шығарып салды. Міне осы сіздерге де тілейтінім, тек қана осы мектептен бір жерден барлықтарыңыз зейнетке шығу насip ете берсін. Жалпы ұстаздарға тілейтінім. Ал енді мына 20 жылдық кездесуге еріш ортаға шықшы. Еріш ортаға шықшы. Бұл әскери дайындық сабағын сондай жақсы көрді газетті. Мына еріш командирі қазыңашы. Осы, взвод командирі осы, взвод командирі. Қазір байлықтарын сапқа тұрсам, жүркі деп айтып отыр, аяқтарын шатаспа жүркі деп сөздің ашығы. Еріш, рахмет, мені құда қаласа, взвод командирі. Осы 89-ның тұсында аудандық семинар өткізгенмен. Міне сол семинардан жоғары дәрежедегі бағағанбыз. Осы взвод командирі Еріштің арқасы, осы кластың арқасында ауданы өте мықты баға берген. Рахмет, дендерің сау болсын. Құда қаласа мынау ұл өсіріп алсыңдар, қыз өсіріп алсыңдар, солардың рахат қызықтары көре беріңдер. Мынау құда қаласа осы келіндерімізбенен бақытты өмір кешулеріне шын жүректі тілектесін айналып кетейін. Міне жақсы құда қаласа міне құрамына шақырсаңыздар кетіп тұрамыз енді. Қойса келе бермейміз енді. Шақырсаңыздар құда қаласа осындай кетіп тұрамыз міне. Барлықтарыңызға осындай зейнетте жұпсты болсын деп тілеймін. Aldın canıma жақын сенде тілек айта берсін дамына сені білдім берсін дамына жаныма жақын біздерді ұмытпашы әлемім ашық саған ашық қолға болашақ армандарға оң қарауға Just
мектептерім, бүгінгі соңғы қоңырау сендер үшін өмірлеріңнің ең бір ерекше сәттерінің бірі. Кеше ғана мектеп партасында балалықтың күлкісімен жүрген кішкентай бүлдіршін едіңдер. Бүгін міне үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыңдар. Сендердің алғаш әріп танып, қолдарыңа қалам ұстаған сәттеріңнен бүгінгі арманы асқақ, бойжеткен, азамат болғандарың мен үшін үлкен бақыт. Әрқайсыларыңның жүректеріңде мейірге толып, биік белестерді бағындыра беріңдер. Қайда жүрсеңдер де адамдықтардан аттамай, ата-ананың үмітін ақтап, елге пайдасы тиетін азаматтар мен азаматшалар болатындарына сенімдемін. Мектеп жанындағы балалықтың ең тәтті естеліктері жүректерінде мәңгі сақталсын. Сендерге болашақта тек қана жарқын жол, сәттілік тілеймін. Ұстаз үшін сендер ұстаз жүрегінде әрқашан кішкентай шәкірт күйінде қаласыңдар. Ендеше алдағы өмірлеріне сәттілік тілей отырып, жолдарың ашық, болашақтарың жарқын болсын деп тілеймін. Тек қана алға. Саламатсыздар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Мен де мына өзімнің алғашқы қымбатты тілектеріме айтарым. Осыдан 11 жыл бұрын мектеп қабырғасын имене аттап, мектеп есігін ашқан кішкентай бүлдіршін едіңдер. Енді бүгін мектеп атты алтыниядан қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы отырсыңдар. Қадамдарың құтты болсын, армандарың асқақ болсын. Ұстаздар, ата-аналар, құрметті түлектерім, бүгінгі күн қуанышты күн. Бүгін сендер үлкен өмірге қадам басқалы жатырсыңдар. Сол өмірде осы мектептен алған білімдерің, тәрбиелерің шамшырақ болсын. Және оқушылар, бүгінгі бітіруші оқушыларым, бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы өмірлерінде тек қана адалдықта өздеріне ұстаным етіңдер. Сендер менің ең алғашқы
қайсының өмір тарихы көз алдымнан өтеді екен. Менің есімде қалғаны, мен осы сыныпты қабылдағаннан кейін бірінші жарты жылдықта аталған жиналыс болған. Ол кезде көкірегім алатау кез. Менің деңгейіме 2 оқушы жеткен. Ата-анаға бір сүйеніш сұраған ғой. Ашерова Динара, Сарабаев Олжас деген 2 баладан басқасы ешқайсысы оқымайды деген. 2 ғана бала оқиды деген. Ойласам өзімді одан кейін ата-ана болдым, тәжірибе жинақтадым. Шынымды айтсам, сендермен есейіппін. Сендермен бірге тәжірибе жинақтадым, сендермен бірге есейіппін. Сондағы ата-анаға қыза болатыным Нұрен. Үйіне баратынмын. Артықта ата тұратын, мен оқытуға келдім ба деп. Нұрен шығады. Үйіне оқып келетінмін да. Мына бала екен, мына қыз екен деп ешқайсысын аямаппын ғой. Қайсыңды ұрсам да, жазалаған болсам, өзімнің жеке тірлігіме жасалмаппын. Менің деңгейімде жауап берсін деп талап қойыппын ғой, ол кезде сендер бірде кішкентай екендерін ойламайды екенмін. Дұрыс жазбайды, неге дұрыс жазбайды? Бірден қолына кетем ғой жаңағы. Айылабай жұмыста шықпай қалып 2 класс қосылады десе Сәулебайдан жаман. 2 класс қосып Сәулебай өтеді десе болды жарым. Соны айтамын да соңында ешқандай бұлар бастаушы деген деңгей болмаған ғой. Бірақ ниетімді сол кезде де дұрыс болған шығар. Осылар адам болсын, қалай да болмасын, мектептің алды болсын деген ниетпен жұмыс жүргізген шығармын ол кезде. Бірақ есімде қалғанын ашсам өтсем, біреуінің формасы ол кезде алып келіп қой. Тура келмей қалса жүгіріп кафедраға барамын да шеш, әкеп кигізіп қоямын. Кейін бала үйіне кетіп қалады да, оның апасы үйге барып тұрады, балам күліп. Соншалықты не екенбіз деймін да. Сол кездегі ата-аналарға рахмет айтамын. Ешқайсы балама ондай қатал қарадым, балама қол жұмсадым деп келмепті. Соның арқасында айтып, қайда барсам да, осы қай қалаға барайын, сол қалада оқушылар болса, ойбай апай дейді. Былтыр Алматыда жүрсем, оқушылардың барып кездессек, оқушым айтады, отырмыз ғой сіз дейді. Апай дейді, біз сабақ айтпасақ да, бүйтіп алғанда партаға жеткізеді деп. Сонда қайда барсам да тек осылардың ойына тек қаталдығымен ғана ойлап жатырмын да. Енді дұрыс түсінген шығарсыздар. Рахмет сізге. Рахмет. Жасап отырмын. Араларында балалары. Сол балалардың қылығын көріп, әкесін ойлаймын да. Үстінде отырамын да шы. Үстінде бермеймін. Қуат деп қоямын. Қуатқандай болса, үстінде тұра тұрмаймын. Қуат деп қоямын. Жастың баласын қабылдау оқиды қазір. Бастауышта онда фундаментін қалап шығарғанмын. Олжастың баласыз, е? Осы жас оқитын балалар. Оған не керек? Өмірдің сағыныштар. Пенсияға қанша жыл болды? Да, қаласын аяқ. Жалпы мектепте қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? Қазір соны ойлаймын. Енді кеші өсің санча? Оқыт енді оқымаңыз өзің, енді кеші адам болмайсыңдар енді. Тағы бір оқушы есімде қалғаны, осы 20-қа керек деген сөз, әрқайсысын бір алып елесетем ғой. Кім бар еді? Сапаржан бар еді. Бір жерде отырмайтын ол балашы. Бір жерде тұршы отырмайтын. Қарапайым магазин бар еді Ақжағында. Соны қазір мен оқуға келемін, шуламай отырасың. Біреуің шуласаң кітап бермейін деймін ғой жаңағы. Кеттім, ол кітап айтқанын ұмытып кеткен. Апайдан күріш бірдеңе көтеріп келіп қойып қойсам. Апай, кітабымыз күріш болып кетті. Бір жерде отырмайтын еді да. Өзіменен. Екі шара жұмыс
дос болып қалсыншы. Сендерден кейін да шықпай, егер күнде жүре жұрттар айтып жүрді, жаңағыдай деп біреулер көлекесіз арқаларыңыз келген ғой, дейді. Арқаларыңдай болып келе алдыңда. Бұл да үлкен әңгіме, абырой, әңгіме болады, аналар былай еді, мыналар былай еді деп. Азаматтық танытып келіп, кәдімгі әжесінен ауылда әкеп берген немередей баладай мектепке кішкентай сыйлық беріп, елге сыйлық беріп, бір азаматтық таныта алдыңдар. Рахмет сендерге. Біз өсірген балалар деп біз мақтанып тұрдық ана жерде. Мына ұстаздық еңбек сауапты еңбек екен. Себебі біз адам баласына тек қана жақсы бол деп айтады екенбіз. Жақсы бол деп айту адамға ол үлкен сауап екен. Мысалы үшін дәрігерде соны емдесек деп еңбек етеді. Біз оның жан дүниесін емдесек, рухани байытсақ деп әрекеттенді. Оның жемісі міне жақсы адамдар отырамыз. Жақсы адамдар отырсыңдар. Аллаға шүкір, аман келдіңдер. Соған шүкіршілік етейік. Кейбір жылдарда апайымда емес, үлкен кісіде емес, қатарына асып беріп жататын кез болады. Содан Алла сақтап, дін аман келгендер. Бәрінде мен шығанда өшкенсіңдер, өнденсіңдер, көбейгенсіңдер, сондай. Сендермен мақтанып жүрдік. Жаңағы мақтанып айтып жатырмын ғой, бұлар мұндай еді, бұлар мұндай еді. Мен айтам дегенім ана, маған ескеше айтқан мұғалімдерге сөз берген. Мен дайындамам беріп білетін ғой. Біз ескерткіш жиналында үлкен тірлік жасағанбыз бар. Өте үлкен тірлік, жақсы дайындап парад өткізіп алғанбыз. Ескерткіш жиналында бұндай сахна жоқ, басқа жоқ. Топырақтың үстінде біз әдемі көрініс көрсетіп алғанбыз. Соғысының ауыл өмірін, әжелер жылап, қандай әдемі көріністер жасай алғанбыз бар. Мен 20 жылдық кездесу дегенде адамның арқасына бүйтіп кетіп бара жатып, тоқтап, бұрылып қарап өтейін. Дәл сол кезім. Мен арқама бұрылып қарап, мен қандай жетістікке жеттім, мен не тындырдым, өмірімді қалай қалыптастырып жатырмын. Берешегім қандай болады? Қарап отырып, бәрінде жақсы азамат болып, бай бақуатты өмір сүріп жатқан сияқтысыңдар. Қарайды, енді 40 жылдық әлдерге бертөлетпен дейдер біреу мақай айтып еді. Үш нәрсе қазір не болмай қалды ғой? Жаңа тыңдай қалды ғой, қысқа киім болмай қалды. Соғысар мақай айтып еді, қиындыққа егер жаңағы шамамыз кетіп бара жатса, насихаттарда кетіп тұрса, батыс деп әңгіме біз айтып, жақсы жарымыз дейді. Сондай болар. Бірге талай тірлік жасадық, бірталай өміріміздің кезеңі өтті. Бақтығым мен мама деуші еді. Мама деп қойшыды арасында. Жаңағы мен күнде Нұрекменен асқарды шүкіртайын деуші еді. Шүкіртайын деуші еді соларды. Саншы тайларымызды тайлақ деуші еді. Қызақсын берге тапсырма. Саншы тайлақ болып жүре бермейсің. Бәрі берге тапсырма. Саншы тайлаққа сондай барған елдерінен бір табында бір айдың ішінде Сарыхан үйленген еді. Сарыхан қайда? Сарыхан үйленген жақсы Алла қаласа, өмір жолында қаласа, оны жақсарып кетсін, әрекет жасаңдар, әрекет жасаңдар. Самат, мен пенсияға шыққанда қатты марқайып қуандым. Көптеген сыныптан оқушыларым келді. Руслан бастап, Қуат бастап, үйлерін алып келіп, Алсағы, Астанада, Алматыда жүрген оқушыларым алтын мексеке бар еді ме деп келген. Бар едім. Сол жақта видеомен мені құттықтап.
видеомен мені құттықтап беріп маған айтып мақтанып қалдым. Көптеген оқушылар менде сөйтіп күліп ойнап шығарып салды. Қазір демалып жатырмыз. Бірақ әйтеуір шүкір Аллаға, Асқар деген оқушым қайда? Асқар деген оқушым. Тойхана қасымыз түсіп қалса ше, ол біздің менің ойымды басқаша қылып ақылайын деп. Бағдар бізде ұстаздық еңбектің бір қадір қасиеті сол екен. Бір жерден бір оқушымды көріп қалсаңшы, үлкен қызметтегі оқушы кетіп бара жатса да, машинадан түсіп апай деп сәлемдессе, біз сонда сол екен. Ал енді кездесуге келеді оқушыларымыз. Кездесуге келген кезде бір ғана қыз әңгімелер айтады. Қыз әңгімелер айтады, біреулер айтады, апай әңгіме жасамайды. Әдемі жазуды жақсы жазу, ағыласын жасамайды. неге шықты қой біз аттестацияға келіп қой, аттестацияға әге егізек бар деген еді. Сендер кәдімгі отырғызып қойып диктанттағы 9-шы класс пен бірден еді. Сөйтіп диктанттың бәрін жиып, қарап отырып, мен өзі көріп отырып қой диктантты қалай ағанымды. Ешқандай подсказка жасамайды. Бірақ елестеген, бірақ қос сөзге келгенде деп қоя салмайшын. Қос сөз жаңа бұрынға мүшеге келгенде дейін, бірақ бүтір ғой дегенді айтпайын да. Сөйтіп менің қатты мақтап, ең жоғары 9 балл беріп кеткен. Сендердің сыныптарымен сондай жақсы деп жүрді. Анау директор ағайда қандай мақтап, тақиясын асманға атып, ата-аналар келіп, әр шоғыдан онда болмайды, ондай жоқ еді. Сендерден алдыңғы серіктер, оларды түрлі оғанға түсіп, одан бұрынғы балаларда мүлдем грант жоқ еді бізде. Тәуелсіздікте бір оқушы түсті. Ал сендер жақсы жасадың, жақсы түсе алдыңдар ғой, жақсы түсе алдыңдар. Бақыттар жаңа тезге бармайын. Келесі жылы Ақылайға мысал үшін болуға деп көбейіп тұрады. Бізге келген кезде 100% қатысады деді ғой, бәрі барады деді. Сондай заң шығып кетті да? Жақындаған кезде сөйтті. Сөйтіп бәрін не айтамыз осы? Абайдың бір өлеңін айтып бересіңдер ме? Абайдың бір өлеңін айтып берші. Тәрбиеге байланысты. Есінде бар, бәріміздің. Қайталауға сен? Көңіл таппайды айтамын. Абай атамыздың қай өлеңін, қай қара сөзін алсақ та бәрі балаларды, жастарды адамгершілікке, білімге шақырған ғой. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, марланып жатқанба, ойнап босқа қоймай. Бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекермен шашпақ. Міне бұл жаман емес. Мақтаншақ, еріншек, бекерге мал шашатын адамнан болмау керек деп айтады. Молодец. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ой. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Осы бесеуге асық деп айтады. Күнімізден кішкентай болса да, санамызға, рухымызға, руханиятымызға кішкене үлес болсын деп бір сабақ сұрайсыздар. Балмыр, сен де тілшісің мен сөйлеп жатыр. Сонда бір оқушы айтады, апай дейді, сіз мен бірдеңе айтқанда қатты күлген едіңіз ғой, есіңізде ме? Қатты күлгенсіз. Біздің күлгенімізде болар есінде қалады ғой сөйтіп. Жақсы сөзімізде, жаңа сөзімізде сөйтіп мен бір сөйлем жазған едім дейді. Қандай сөйлем жазған десем, есіме түспей жатыр да. Өліне автобус кетіп қапты деп жазып емізсің. Өзім есіме түсті. Енді сөйлемге бір сөйлем жазыңдар, неге мұсамын деп. Есіме түсті деп. Сондай екен. Бір оқушы қыз айтады, мен ұршаған екен бұл қыздарды. Ұршамыз ғой енді ұршамыз. Егер бала шағаны дәрменді турлайсың ғой, турлай алмай отырасың сонданы қасыңдағы жазып берген.
бізде өзімізді мысалы үшін жазып түрде отырып себезге барғанымызда сөйтетін еді ғой баяғыда. Апай тура айтқанымыз керек дейді. Мен аналар балдардың дәрмен сұрап отырсам, бірінші жазып берші деп отыр деді. Сондай апай. Соқсақ тек қана көргендердің жақсылық болсын, қыздарының жақсылығы болсын, иә? Ол қалбайден адам бақытты болады дейді. Мысалы, өсірген ұрпаққа бар апай, сауық қазақта сабағын ойын деп отқан ғой, сен апайлармен шай ішіп отқанда кірпеген аузым деп тұрды. Қарын ашып үйге қайтатын уақыт ғой, бүйтіп қарап отырмыз да. Sonra bir turdu bıraktı taşlarını sürdü. Bir de ama tabii çok sayılaydı o oldu. Ama biz aldık bomba biz kırdık. Ana nasıl Sözüyle koyayım bize. Saltar. Ay koy mama. Siz yandan sözüyle yapalım. Мектебімізге жалпы қазір қоңыраулап тастап отыр ғой. Қоңыраудың орнына қазіргі күй көмірлерді қойып отыр. Оның өзі 500 мың теңге қаржы шығындалды. Оның өзі оңай емес. Рахмет. Құдай қаласа табыстарыңызға береке берсін. Жақсы күнге бас қосып жүре берейік. Құдай қаласа 40 жылдыққа да 4 өзіміз түгел жүргеннен шын жүрекпен тілектеспін. Жақсы рахмет. тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жаз 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері класстастар, мынау бүгінгі 20 жылдық мерекеміз құтты болсын. Бір үйдің баласындай аппақ болып тұрған 20 жылдық мерекелер құтты болсын. Деймін, өмірде барлық жақсылық тілеймін. Төрт көзіміз түгел, жоғалмай. Әке болғандармен жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жаз 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жаз 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған,
Енді міне кездестік қайда мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Спектакль депші, үйде бар деп та, Санчоны жібергенбіз ғой, Санчо жібергенде қолында свет бар, бинт жоқ екен, марлы бар екен деп. Дина роза, какая разница, как это? Бұл кезде ше, Ақмарал бар, Венера бар, мен бар. Бір кезде отыратын математика кабинетінде. Тойлаған кіріп келеді ғой, мен ше. Дегесің, өлдік дегесің, сөйтсе қызым ауырып қалып, больницаға жатып қалып. Не, больницаны ма? Бір аштыруға келген екен ғой. Келіңіз, ағай. Келіңіз. Ne yapıyorsun? Amin. Otur. Tamam, öğreneceğiz. Болмай кесесіз ұзан сенде. Бұл қоя бер. Соң айтады. Жоқ, танып. Шыңғыларың бар ма? Я сосын не ғой? Аяқпен баратын желанияларың бар ма? Қайда оны? Қазір кет. Дайда салып. Кет қазір. Жаман шері арқаңда. Мына бүгінгі жасап атқан ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла Тағала әрбір бас пен қадамдарыңызға әжес сауаптан жазсын. Мінекей пайғамбарымыз айтады ғой, 3 нәрсе тоқтаусыз барып тұрады дейді сауап. Міне соның біріншісі жақсы амал жасаса, сауап істесе, садақа берсе, соның артынан барып тұрады деген. Ал енді екіншісі жаңағы ілім беріп, шәкірт тәрбиелесе, оның артынан тоқтаусыз дұғалар барып тұрады деген. Міне сол сияқты үшінші, артында жақсы ұрпақ қалдырса, артынан Құран оқитын балдар қалса, ұлдар қалса, міне соның дұғалар қабыл болады деген. Міне бүгін мынау 88 жыл азаматтар арнайы ұстазына, Айгүл апайына дастархан жайып ниет етіп жатыр. Алла Тағала ниеттеріңді қабыл етсін. Баршаларының отбасыларына амандық, дендеріңе саулық тілейміз. Мінекей алдағы уақытта ертең 27 күні Құрбан айт келіп жатыр. Баршаларыңызды Құрбан айт мерекесімен құтты, берекелді болсын. Әрбір шалынған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Міне бүгін арнайы жасалған ниеттеріңізді Алла Тағала қабыл еткен болсын. Бектұрсын атам бата береді. Аллахым дастарханның байлығын берсін, денінің саулығын берсін, кетпес дәулет кеңпейіл бергендерін берекеп, бақ қара қыдырдар ашсын. Мына істеп отқан исламдарын Аллахым қабыл етсін. Ниеттерің қабыл болсын.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Allah Teala olsa okulan Kur'an ayetlerimizden bulgan savuptu Adam Ata Sayfullah Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhtarına және de мен de atan barşanızdan demetken atavlar muhtarına және осы ханадан demetken ата баба жет өлөтті muhtarına Kanılbay atamızga Minay afamızga Kanılay ulu Ermek atamızga Safarбек kızı Ulbeke anamızga Muşkal kızı Aybübü anamızga Ermek kızı ulu Жақсылық көкемізге Ermek kızı Aliya көкемізге Ermek ulu Murat Тоқсанбай ulu Рашид және де аты аталып аталмай қалған бүгінгі арнайы дастархан жайып отқан 88 жылғы азаматтардың отбасынан өткен дүниеден өткен ата баба әжет өлөттер мұқтарына Алланың рахматы Расулының шапағат етіп жатқан жерлер жәннаттан топырағы торқалы болсын. Аллах Тағала баршамыздың біліп істеген білмей істеген күнәһіміз болса әке-шешеміздің күнәһі болса кешіріп тала қияметте жүзімізді Алла жарық етсін. Аллах Тағала аспаннан жаудырып жерден өндіріп баршамыздың ризық несібімізді Аллах Тағала мол етсін. Аллах Тағала мына бүгінгі ниет дастархан жайып отқан азаматтардың шаңырақтарында тек қана шаттық тойлар болуды Аллах Тағала нәсіп еткен болсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахметке Аллаху акбар.